қатал нарық, айтысқа емін еркін бар алғандар, төленерін көтеріп төбесіне рухани өлеңдерден нәр алғандар. Ассалаумағалейкум, тектілікпен тұла бойы намыстан жаралғандар. Ақындарды тірідей бір көргенге өлердей қуанатын адал жандар. Төгейін тілмен балмен, тілден балмен шекерімді, мақтайын Түркістандай мекенімді. 21 хан жерленген далаңызды қазақтың бар байтағы етеді үлгі. Яссауи, Арыстанбап, Әл-Фараби мойындатқан шетінен шетеліңді. Рабиға Сұлтан-бегім Қарашашым ойлаған жандар еді екі өмірді. Қыз түгіл қызғалдағың 9 миллион, өйткені топырағың өте құнды. Алталаштың өзіңе назар ауып, жер бағасы көк күшіп көтерілді. Түркістан қымбат қала боп кетті деп, кейбірі он әңгіме ете жүрді. Сен қымбат болғанға мен таң қалмадым, бұл балаң қадіріңді жете білді. Өйткені білемін ғой қазақ үшін бұрыннан қымбат қала екеніңді бай. Кешегі айтысымыз думан болды, көрермен ақындарды шыңнан көрді. Ақындарды тізіммен шақыруға сахнаға Жүрсін Ерман Тұлған келді. Әрқайсысын кезек-кезек атағанда жарқыраған қыздар мен ұлдар келді. Тек Аспанбек сол кезде шықпай қойып, естідік біраз уақыт ұрған болды. Қара жерге кіргізген аспан үшін ұялып Жүрсін ағам құрбан болды. Таң атпай келіп алған Жүрсін ағам Аспанбекті көруге бір зар болды. 60-тан асқан Алмас Алматықта Ертоянов айтысқа сырдан келді. Әселхан апамыз да айтыс үшін атып тұрды, ұмытып сынған белді. Таяғына сүйеніп жүрсе дағы Ертоянов тұруға шындар менді. Тек Аспанбек тұра алмай төсегінен өзінің өз бөлмесі өзіне зындан болды. Қысқасы шал кемпірлер ол болып тұр, ал жастардың шаруасы тынған болды. Аспанбектің балғадай аяғынан Әселханның таяғы жылдан болды бай. Сен емес қарсыластың алғашқысы. Ол рас кеше таңда келмей қалдым, бірақ жанның мен емес албастысы. Батырлар көп ұйықтайды дейді қазақ, қасымда Алматының бар бақсысы. Ағайын ұйықтап қалсам ренжіме, бар еді таңдайымның талмас құсы. Мен түгіл Қожа Ахметтің базарында қазақтың ұйықтап жатыр бар жақсысы. Ау ғаламның 8-ші ғажабындай, анамның кірлемеген тазарындай, ел барма Түркістанның қазағындай.
күннен күнге жарқырап келе жатсың, Рәбия бегім сұлтанның ажарындай. Енді елде болмасын суық хабар, бекзаттай қыршындардың ажалындай. Хасен деген бар қазаққа қадірлісің, осы 5 күн жалғанның ғазалындай. Ермитаждың төрінен жұлып алған Өзбекәлі атамның қазанындай. Керуен сарайын қайта жайнап жатыр, баяғы отырардың базарындай. Жермен көкті жаңғыртып жатырсың ба, әзіреттің шақырған азанындай. Ал бісміллә сөз басы, бұл өмір бақ пен сор деген. Баянсыз мына дүниеде кім бар дейсің өлмеген. Жан мәңгі серік болмайды, жүрсеңде алтын тонменен. Түркістанға кеп қалдық, қазақтың барлық жақсысы жәннатқа барар жол деген. Қазақ деген ел едік, яссауиден тілемес бұрын арыстан бапқа қон деген. Үкаш аталар кешегі дарымай бойға оқ жебең, иықтан түскен басы да домалап кетіп деседі Меккеге қарай өрлеген. Жылағандай әулиеміздің басына барат дейді ғой. Адам болса шөлдеген, ал жаратушы Алланың аяттарын оқысаң, су шығат дейді сел деген. Не деген құтты жер едің, табиғатының өзі де шариғатқа қарсы келмеген. Жұмағымыздың жалғанның бұлағының өзі де Құрансыз ағып көрмеген. Ал төрткүл дүниеме деп қалам, Түркістанның 4 қақпасын, әзіреті сұлтанға кімдер бұрмаған атпасын. Қазақ боп туылғаныма қуанып кеттің көргенде кесененің тақтасын. Қазақ 21 ханы қазақтың 8 бірдей сұлтаны, төріңде тыным тапқасын. Құшағың алып жатырсың, даланың қанша датқасын. Күтіп алар шамаң бар, жетелдің патшасы түгіл, 70 елдің патшасын. Жаратқаннан тілегім қасиетті Түркістанымды мәңгілікке сақтасын. Төрін айтпай ақ қояйын, табалдырғының өзінде Абылай хан жатқасын. Ал қоясығы демейін, қолыма жақса сақаны. Түркістанға бұрылыпты ғой Қажекеңнің сапары. Сырым бауырым келдің бе Турцияға жеткен атағы. Жас балалар қазір осындай шығып келе жатады. Содан кейін жоқ болады, сол жаныма батады. Айналайын Сырымжан, таныдың ба айтпақшы анау жүрсін атаны. Сен жалаң аяқ жүргенде алып барып үйіне, ақындардың деп қатары, бос жүрмесін деп бір балам штатпен ашып, өзіңе штатив беріп қолыңа сәтті болсын деп сапары, үйіп төгіп ет батаны. Кімдерді жылытпап еді қара қыпшақтың шапаны. Тар болды ма басыңа арыстанның апаны. Ал сен болсаң жоқ боп кеттің ғой, ақын деп едім сапалы. Өткенде жүкең келіп 70-ке той жасады, өткенде Алматының шаһары. Сонда келді бауырым ақындардың көп,
қатары сен жоқ болғасын оныңа қара қыпшақ түгілі қара қазақ қапалы жоламайсың біздерге балалар неге осылай еңбегін келіп сатады енді өзіңнен сұрайын азамат едің аталы неше түрлі сөз жаттатқан ақсақалдан аттатқан кімнің қандай сақалы бүгін қайта келіпсің енді бауырым шетті ғой қарай бермей жүгеңе маған да қарап қойсайшы қабағыңыз кетті ғой мен жырлап отыра берейін сен тыңдап отыра бергін Аспанбек сөзге епті ғой ал құтты болсын ал жүке кенже құлының кепті ғой қайтқан малыңда бұл қазақ қайыры бар депті ғой енді қайта кетпегін жүкем әрбір ұл үшін уайым қайғы жепті ғой қайтейін жүке қайтейін ашық ауыз деген балаңда аузыңды ұрып кетті ғой ақын десем торықпайтын түсінігің жоқ екен тобықтайтын батыр деген мен құсап ұйықтайды дейсің қалғансың ау ұйқының көріп кайфын ат үстінде ұйықтамай жүреді олар Аспанбек адам екен соны ұқпайтын адам екенсің ғой қазақтың талай сөзін қорытпайтын ай бірақ батыр десең батырсың ғой ұйқы деген дұшпаннан қорықпайтын ай менімен бірге шыққан шақтарыңда осынау сөздер сенің тапқаның ба қазақтың бар жақсысы ұйықтап жатыр белгілі көп қауымда ақыры солда саған ұнап тұр ғой ендеше бірден соған соқпадың ба ақыры тұра алмайсың кең көсіліп Абылай ханның қасына жатпадың менің ісім сөзіңді реттеу екен айтыста кішігірім мектеп екен әзірет азан шақырат деп қояды молдадан еститінің шектеу екен әр мешіттің болады азаншысы сөзіңді келтіргейсің ретке көкем азанды өзі шақырып жүрген болса әзіреттің қадірі кеткен екен халықты келсе дағы боятқалы Аспанбек ұйқыменен тояттады суының өзінен де сең шығат деп әңгімені айтады қаяқтағы сең деп өзі айтады қатқан мұзды сөзіңнің дұрыс болды қаяқ бары тып-тыныш тұрған суды қатыратын сенікі қайғыранның аяқтары бай Аспанбек менде бағың жансың дедім халыққа біраз терің тамсын дедім мен жүрсін ағамызды ренжітсем жоқ менің де құшағына барсың кенім атаммен әңгімемді реттеп алғам сондықтан жарқын даусым менің айтысқа кел дегенде келе салам сондықтан Түркістанға бәлсінбедім ал енді мен айтыстан кеткен болсам
keyinge kalsın dedim. Kaşango cüldelerdi biz alamız, bularda biraz olca salsın dedim. Bir ayını alıp gelgence Aslanbekler aytsuzu yürünüp alsın dedim. Sözümün salmaktısın, sübelisin. Ayamay aytayın men, aytayın ayamastan önümüşün. Türkistan seni katlı jaksı görüm, sen onu bilmey misin, bilemisin? Şahvaların can-jakka taratadı, kavuz karbın жүзүммен жүгерісін. Abavur korgasınмен жеңіл мақта, өндірсең берекелі түгел ісің. Әйтеуір жеңіл қайтып көрген емес, Шымкенттің басқан пойыз релісін. Әйгілі Өзбекәлі Жәнібеков өзіңнің өнеріңнің түлегішін. Ал енді Сақтарханов Бекзат болсаң, батырдың семсерелер білегісің. Қазақтың арласам да түгел үшін. Көк туды көтеретін жігіттерді көп туатын облыстың біреуісін. Астанамыз басқала болғанменен Түркістан сен қазақтың жүрегісің. Тарыдай мін табылмай тал бойынан, Асылбек кетсе болды салмай ылаң. Oyunda sel gana kemçilik var. Habardar qıp turatın jardayынан. Yeni sölgen kulunday şılqıraytın, seni kosip bitpeytin qanday uran. Ne aytsaң da әйтеуір айғайлайсың. Habardar qıp өзінің қалжайынан. Sizlerді қайдан бірақ мен өз басым зәрезап болдым бұның сондайынан. Елдің бәрі мұнаны жырау дейді, алтын күміс төгетін таңдайынан. Арыстанның терісін жамылған мен есектер танылады айғайынан. Қалықтап ғаламтордың кең төсіне, ілескен жігіт едің ел көшіне. Тәтті бір блогерге айналыпсың, қарамай көсілетін көрпесіне. Ел ішінде оқиға болса болды, сен де бір пост саласың ертесіне. Путин мен Байден кеше кездесті ғой. Айтпай жаттың сен кешіге. Ендеше кедек беріп бір көрейік интернеттің қазіргі еркесіне. Әлеуметтік желінің батыры мен әлемдік саясаттың серкесіне бай. Ал бұл бала мына бізді тергейді ғой. Бұл сөзіңе бір адам сенбейді ғой. Айғайлап бұл Аспанбек ұрандаса, яғни шын жүрегі елдейді ғой. Путин менен Байденді не қыламын? Оларды басқа біреу тергейді ғой. Елімнің мұңын айтсам болды маған, сол ғана көңілімді тербейді ғой. Ол рас Түркістанда ұйықтасаң, шіркін ай оянғың да келмейді ғой. Абылайдың қасына жат деп отсың,
Onдай vaxtı bizlerge bermeydi qoy. Ol vaqt Asmanbek'tin qolu tügül, prezidenttin qolundan kelmeydi qoy. Av sen de bir töbedegi töresin av. Demeymin degende jengesin av. Özüңizge köp alıp oturgan men nısanaga jetpegen jebesin av. Sender jülde aldım dep kettim deysin. Bawırın büyte bersen ölesin av. Elde kadırganın şamal egen, tağı da bir ayın alıp gelesin av. Arslanның terisi sözlerinin cebeset, sırım ayıptı eken dep bolmayımın koy menesek. Mına халық baptagan жүрсünün bir jüyrgem sırım kaytıp tengeset. Jurtum koldap bergende aydarımdan jeneset. Kajeke dep men seni boyumda var dep bereşek. Kazı degen bawırım negizi onda emeset. Kazı degen birinci köңіліне gelmey bireудің қабырғасымен кеңесет. Meni esek dep otkan ең birinci sen esek. Kazı dep seni oturem abroyыңды елесек. Қазағым tekке айтпап, bekер айтпап тау. Меккеден geldi көкесек, баяқ esek, сол esek Arslandık, vaktın çıktı. Oldu. Başka akımlarımız yanım teyzesi. Vakit bitti bilemin. Bırak men kalay kaytayın. Türkistan'a günde gelmeymin, tağı bir 5 minut aytayın. Çarda jübürtler jübürtler, bizde jübürtler külükті. Türkistan'da kep durup kalay aytpay keteyin, Nazır töre kılıptı. Elimde götken yeredi, Kazaktı talay tiriltті. Ol atamdı bilemin, Saudiyada da turupты. Sender usap maqtanbay, Hacılığın Mekke'ge 8 ret kılıpты. Bugünkü hacı mınalar kelip alıp bu жерге sakınanı şırttı. Hayran keşegi nazirler bir ağavuz söz üçün bükül Arap birikti. Birikkeni tügemez aldığında tize bөгüptü. 37 yıl gelgende oңбаған mına oruslar oğanda қақпан құрыпты. Nazirdi öldürgen кезде oruslar menen Araplar araсын birden suıttı. Sodan beri karasam 50 yıl öte шығыпты. Esinde bolsun ağayın, bugünkü töreler emez, Kazağımның bugünkü töreler emez, töre kılıptar emес be, tiriltken bizдің ruhты. Nazarbayып kökeme, kala silagış Kazaklar nazirdi nege, umuttu. Ben seni dep otursam alıp bala, бұл жаққа жасап отсың бағыттара. Түркістан қымбат қала деп мақтадың, сен үйтіп көкке қарай шарықтама. Түркістан Венецияға айналғалы ол рас болып кетті жарық қала. Бірақ бәрі әдемі болғанменен бір орында тұрмай тұр анық баға. Барлығы күннен күнге қымбаттауда.
Сенбесең базар жаққа барып қара. Жанармайы, азық-түлік басқасы бар. 10.000 теңге сұрайды тауыққа да. Қайран біздің қазақтың жағдайы бүйірден қысып тұр ғой нарыққана. Қазақта бәрі қазір көтерілді, көтерілмей тұрған тек халық қана. Түркістан деген болмала қазақтың біткен бағына, уақыт бітіп қалғанмен айтқым келіп тұр тағы да. Әселхандай апамның тойы болып жатқанда, қуат бер тілмен жағына. Бұл апам дегім білмейді, жармасып алып жалына, секіріп міне салушең колхоздың асауларына. Қолың алып қамшыңды өзің ие болып ең бір совхоздың малына. Ал енді айтысқа шыққанда жаратқанның бір өзі қуат беріп жаныңа. Менмін деген талайды жолатпап едің жаныңа. 70 деген немене, 70-ті жаса тағы да. Аллаға шүкір етейін, ортамызда өзіңдей анамыздың барына. Баян ауылдан кеп тұрып, баянды бақыт тілеймін баянбайдың жанына. Demeydi eкен. Kişkene мәмілеге келмейді екен. Негізі сен есеп деген жоқпын. Мысалды түсінуге кедейме екен. Тек қана мысал етіп айтып едім, сезікті секіреді демейме екен. Осындай арзан сөзге тоймаймысың, сөзімнің мәнісіне бойлаймысың. Есептесем өзімді есептейсің, осылай жеңемін деп ойлаймысың. Какай десең өзіңді какай дейтін, балалардың жауабын қоймаймысың. Болады әр сөзіңді дұрыс десе, түзеуге болмас бірақ кіріспесе. Халық қана тұр дейсің көтерілмей, болмай ма тыныш кесе. Өзің мүлде жұмысты істемейсің. Нағыз жігіт елгесті кім істесе, көтергісі келеді бар халықты, құйрығын көтермейді жұмыс десе. Жақсымен бірге елдің бар жаманы, езуге маймен бірге қан жағады. Айт десең мәселені мен де айтайын, желбіреп тұрған жоқ еді ақ жалауы. Еркек қыз ал қыздарың еркек болып, шайтанның арбауына алданады. Айғырға айғыр келіп асылмайды, азғындық болып жатыр малдан әрі. Жыл сайын педофилдей айуандардан жазықсыз сәбилерің зорланады. Жемқорлық тамыр жайған бұл қоғамда қолын жайған кедейлер зарғағады. Жас қыздың басын асып тісін қаққан аяусыз өлімдерден жан жаралы. Ертеңгі тағдыры не болады деп уайымдаймыз өскелең әр баланы. Қорқытады мен осы адам үшін, қорқынышты ештеңе қалмағаны уай. Сырымдат. Жаңа сөз тауып айтқызыңды халықтың уақытын алмaz, айтысы Әселханның көріктеген, кетерде бір ауыз сөз төгіп кетем. Әселхан апамыздың айтысқанда қатары Есенқұл мен Ерікбекен. Өлердегі сөзімді айтайынша, демеймін Аспанбекті жеңіп кетем.
bir айтысқа келіп кетем. Bir жапырақ қағазға риза болыпты деп сұрамай тіккені көлік бекен. Көлік үшін, ал бүгін көлік үшін айтысатын көп ақынның сөздері көбік кетең. Әселхандай апамды еске алғанда жүлдап тұрып ұяттан өліп кетем. Егер маған бас жүлде берер болса, мен баяғы ақындай желіп кетем. Bir жапырақ қағазды аламын да көлікті Әселханға беріп кетем. Жақсы, рахмет. Асылбек, не болсыңдар, жүктің уақыт алмасыңдар. Сендерден кейін де ақындардың. Өтіміз осындай болсыңдар. Қуанышты мәдениетін сақтау ақындардың. Соны назар аударыңдар қазылар. Қазір ортада шиеліден келген шайыр Мейірбек Сұлтанхан жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты.